Таразда партиялық бақылау аясында бірнеше құрылыс нысанына тексеру жүргізілді. Комиссия мүшелері Қонаев көшесіндегі жылу желілерін жаңарту жұмыстарының барысымен танысып, нөмірі 54-ші орта мектептегі күрделі жөндеуді де назардан тыс қалдырмады. Нысандардағы жұмыстарды зерделеген топ бірқатар мәселелерге мән берді. Толығырақ тілшіміздің бейне материалында. Аманат партиясы жанындағы партиялық бақылау комиссиясы Тараз қаласындағы бірқатар құрылыс нысандарын аралап, атқарылып жатқан жұмыстардың барысымен танысты. Алдымен комиссия мүшелері Жамбыл даңғылы бойындағы жылу желісін жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатқан аумаққа барды. Атап айтқанда Дінмұхамед Қонаев пен Сәкен Сейфуллин көшелері аралығындағы құрылыс барысы тексерілді. Мұнда жалпы ұзындығы шамамен 350 метр болатын жер асты лотоктары мен құбырларды ауыстыру жұмыстары атқарылуда. Құрылыс 25 сәуірде басталған. Қазіргі таңда қазу жұмыстары ескі құбырларды демонтаждау және жаңа жүйені орнату қатар жүргізілуде. Құрылыс нысандары бойынша екі объектіні аралап өттік. Бұл енді біздің Аманат партиямыздағы сайлауалды бағдарламаның өзінің алдына қойған бірнеше мақсаттарының біреулерін бір аралап кеп көріп жатырмыз. Комиссия мүшелерінің келесі бағыты қаладағы білім беру инфрақұрылымының жай-күйі болды. Осы мақсатта олар нөмірі 54-ші орта мектеп ғимаратына барып, жүргізіліп жатқан күрделі жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Нысанда 2025 жылдың 1 тамызынан бері жаңарту жұмыстары жүргізілуде. Мердігер ұйым Алатау Prime Construction. Жоспарға сәйкес мектептегі құрылыс жұмыстары осы жылдың 15 шілдесіне дейін толық аяқталуы тиіс. Фасадты жабу мәселесі бүгінгі таңда орындалды ма, орындалған жоқ па, соны бақылау мәселесіне келгенбіз. Бүгінгі таңда фасадтың басталғаны көзіміз жетіп отыр. Енді біз бұл мердігер компаниялардың өкілдеріне өзіміздің партияның атынан бір осы фасадты 10 күннің ішінде бітіру мәселесін, әсірге алдыңғы фасадтардың бәрін 10 күнде бітіру мәселесін қалды. Тараздағы құрылыс нысандары мен білім беру мекемелеріндегі бақылау тұрақты түрде қадағаланып отыр. Комиссия мүшелері атқарылып жатқан жобалардың сапасы мен белгіленген мерзімде орындалуына ерекше назар аударуда. Жалпы жүргізіліп жатқан мониторинг жұмыстары нысандардағы құрылыс қарқынын бәсеңдетпей, олардың талапқа сай әрі уақытылы аяқталуын қамтамасыз етуге бағытталған. Бақылау шаралары алдағы уақытта да жалғасын табады. Мөлдір Аманбай, Эльдар Түстікбаев, Қордай 24 Ньюс.